Сәлем достар, сіздер күнделікті тұтынатын ас тұзынан бөлек теңіз тұзының барын білесіз бе? Кейбіріңіз оны қолданып жүрген болуыңыз мүмкін, ал кейбіріңіз ол туралы ештеңе естімеген де боларсыздар. Ендеше теңіз тұзының қандай пайдасы бар екен, соған тоқталып өтейік. Теңіз тұзының құрамында Менделеев кестесіндегі барлық минералдар кездеседі деуге болады. Дәлірек айтқанда 65-ке жуық минерал бар. Ол ең мықты антисептик болып табылады. Ертеректе жараланған жер қызарып ісіп кетпес үшін тұз тұнбасына малынған матамен таңып қойған екен. Құнарлы құрамымен теңіз тұзы адам ағзасына жақсы әсер етеді. Косметологиялық жағынан да пайдасы зор. Теңіз тұзын пайдаланудың бірнеше тәсілдері бар. Ең танымалы тұзды ванна қабылдау. Сонымен қатар қан айналымын жақсарту үшін, денені шынықтыру үшін, целлюлиттен емдеу үшін және иммунитетті жақсарту үшін теңіз тұзын пайдалануға болады екен. Теңіз тұзының ванналарын қабылдау салмақ жоғалтуға көмектеседі. Пайдалы элементтермен қаныққан тұзды су организмдегі барлық зат алмасу процестерін жақсартады. Егер сіз майдың мөлшерін азайта отырып, дұрыс тамақтануды бастасаңыз, сіз айына кем дегенде 3 немесе 5 килограммға дейін арықтай аласыз. Теңіз тұзы теріні тырнап алмауы үшін оны алдымен кастрөлге ыстық сумен ертіп алу керек. Арықтайтын ваннаға ұсынылатын температура 36-37 градус. Минералдардың көп мөлшерде болуына байланысты теңіз тұзы жалпы суыққа, синуситке және тіпті төменгі тыныс алу жолдарының ауруларына жақсы көмектеседі. Тіпті нәрестелерге де мұрын жуу үшін ең жақсы көмекші болып саналады. Суық деген кезде теңіз тұзымен ингаляция процедураларын жасасаңыз, тынысыңыз ашылып, еш кедергісіз демалуға мүмкіндік сыйлайды. Егер менің айтқан кеңестерім кәделеріңізге жараған болса, менің Аймекен каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.